На третьем этаже главного корпуса областного центра фтизиопульмонологии города Петропавловска проведен капитальный ремонт, и мы планируем с 1 января 2023 года открыть 18 коек пульмонологического профиля. Для этого что сделано? Уже во все палаты приобретены функциональные кровати и организована, и устроена бесперебойная подача кислорода. Бұл туберкулезбен ауырып жатқан науқастар үшін жасалған жағдай. Облыстық фтизиопульмонологиялық орталығының дәрігерлері ауруы асқынып, дертіне ем іздеп жүрген науқастарды дәл осындай палатаға жатқызады. Туберкулезге шалдыққандар түшкіріп, жөтелу арқылы микробактерияларды бөліп шығарады, ал ол айналасындағыға тез жұғады. Аурудың осындай ашық түрімен ауыратындар стационарлық ем қабылдайды. Бұдан бөлек оларды емдеу үшін ақ халаттылар заманауи тәсілдерді қолданатындарын айтады. Те пациенты, которые изначально... Пациенттердің 50% заманауи гаджеттермен емделеді. Олар дәрі-дәрмекті қабылдап жатқанын, қабылдау күнін, қандай препаратты ішіп жатқанын көрсетіп, видео түсіреді. Онлайн байланысқа шығып, дәріні жұтып көрсетеді. Бұл әдіс пациенттер үшін ыңғайлы, оларға осы тәсіл ұнайды. 155 орынға шақталған облыстық фтизиопульмонологиялық орталығында қазіргі таңда 70 науқас ем қабылдауда. Үшеуі жан сақтау бөлімінде жатыр. Оның екеуінің жағдайы ауыр. Ауырып қалғандардың арасында 16 жастағы жасөспірімдер де бар. Орталық директоры ауруды ерте анықтау науқастың тезірек емделіп кетуіне септігін тигізеді дейді. Әрбір науқастарға жағдайлар жасаған кезде оларға более комфорттық условияға істеуге тырысамыз. Олардың палатада аз адам жатуы, екіншіден оларға тамақтану, қыздыру тамағын өздерінің, или ыстық шай постоянно бізде доступный жерлерде тұрады. Өткен жылмен салыстырғанда облыс бойынша аталмыш дертке шалдыққандардың саны 29%-ға өскен. 2022 жылы 154 жағдай тіркеліп отыр. Биыл 10 айдың ішінде 12 адам қайтыс болған. Ақнұр Қайырбек, Азамат Елубаев, Первый Северный телеарнасы.